Сәлем қыздар, біз бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын ешқандай химиялық қоспасыз табиғи көкөністерден жасалынатын приправамен бөлісетін боламын. Қажетті заттарды описанияда қалдырып кетемін. Барлық көкөністерімізді видеодағыдай етіп турап аламыз. Осы приправаны жасап көрсеңіз, дүкеннен ешқашан приправа сатып алмайсыз, барлығы табиғи. Болгарскімізді турап алдық. Келесі сәбізімізді жұқалау етіп турап аламыз. Укроп пен петрушкамызды осылай етіп турап аламыз. Және 3 чесногымызды тураймыз. Енді пергамент қағазымызға барлық көкөністерімізді орналастырып шығамыз. Пешімізге 80 градуста 4 сағатқа салып қоямыз. Осылай кептіріліп шығады. Енді барлығын блендерімізге салып, барлығын жақсылап айналдырып аламыз. Барлығын блендерлеп алғаннан соң ыдысымызға салып, 1 қасық тұзымызды саламыз. Және өзіңіздің қалауыңыз бойынша куркума немесе басқа да заттарды салсаңыз болады. Осымен біздің приправамыз дайын. Әртүрлі тамақтарға қоссаңыз өте керемет дәм береді.